Din İslam dingegim. Жігітті жастық шақта еркі жеңер, сеніммен ұсталмаса сертің егер. Аллаға құл, адамға ұл болу ғой, намазға кеп түйіссе тең тізелер. Ақын намаз оқса хақты танып, алдымен аузындағы сөз түзелер. 10 күнәнің 9-ы тілден екен, сөз түзелсе, иншалла, ел түзелер. Қазаққа иман, иба қайтып келер, табансыз емес елім тайқып берер. Иман делге жұртымыз айналар ма, шереніп жүрген кезде шалқып нелер. Құдайдан қорықпайтын болды көбел, жаратса да құлым деп артық көрер. Алла діні ұстаның зат емес қой, ұнамаса өзіне қайтып берер. Бұл күні қай жағдаймен мақтанайық, бүлдіргі көп діндерден сақтанайық. Түбім түрік, ал дінім хақ ислам, солай қарай сеніммен аттанайық. Харам менен халалды ажыратпай, қай тірлікпен біз бүгін шаттанайық. Бұрынғының ұраны Аллаху Акбар, бүгінгінің ұраны ап қояйық. Біз қазақ бұл күндері кіммен доспыз? Адасып айдалада жүрген көшпіз. Араптың тіліндегі дінмен емес, арақтың түбіндегі жыммен доспыз. Ұрылардың ұсағы түрмеде жүр, ұрылардың үлкені мінбеде жүр. Байланысып шекпенді шенеунікпен, кісі өлтірген бұл күні кірмеде жүр. Ауыз айтып жүргенмен ақыл сенбес, ібілістің үлкені іргеде жүр. Өмірде аз болған соң иманды шақ, қазағым қай кезде де қиналғы шақ. Исламға иіс болса дағы, йогва Кришнайтқа иланғы шақ. Сенімге селкеу түсіп жаңылған көп, Исаны құдай көрген Иван құсап. Өзге дінге көбейсе өтушілер, сол болар тамырыңды қиған пышақ. Бір-бірімізбен жатпай қырылысып, екі дінге бөлінген Ливан құсап. Ислам дін емес қой, қорек қылмас, қазақтан ол ешқашан бөлек тұрмас. Құдай дойлап көрмеген құрметсіздер, оны ойлап өз халқына себеп қылмас. Қазанның қайнаған аңдитындар, азанның айдағанын керек қылмас. Имансыз бұл қоғамда нестелмей жүр, ақша, пара қалғанын көз келмей жүр. Пайдасы өз басынан аспайтындар, халықтың көз жасынан сескенбей жүр. Бесіктен текті болып өспегендер, 5 күндік екеніне дес бермей жүр. Құранды сыйға тартсаң алмайтындар, Құдайдың бар екенін ескермей жүр. Өзгелер көп жүргізер үстемделге, Аллаға ғибадат аз істелгенде. Бұл қазаққа ислам, имам керек, кісі өлгенде немесе түс көргенде. Неге ілім білімге талпынбайды, бәрін біліп туғандай іштен пенде. Ертең бірақ өкініп қаламыз ау, қарттық келіп қасыңа түстенгенде. Ажардан нұр, базардан құның кетіп, ажалдан адуынды күш келгенде. Адамның таза болса ой дәптері, ақылға ақиқат дін қонбақ тегі. Бір кезде тұрғыт озал намазға кеп, тұрғанда ел көңілі толмап еді. Кешегі димекеңде жұман оқып, шариғатты білген ғой бойлап тегі. Тек Құдайдан қорыққан тек татамыз Мәскеудің сан қаулысын жоймап еді. Өліктерді өртейтін Алматыда крематорий салдырмай қоймап еді. Дүние жиып, нәпсіге ермеген соң 40 жыл елге басшы болмап еді. Сол Алматы бұл күнде тәнін сатқан тірілікке толар деп ойлап еді. Қазағым кейде рас құлагерсің, құлагер қашанғы енді құлап өлсін. Жарнамаға алданған жастарымыз көңіліне қайдан иман шуақ енсін. Патшаға шындықты айтар ақсақал жоқ, оғанда халқым өзің куәгерсің. Шал басымен қыз іздеп шарап ішсе, аузында қайдан оның дуа болсын. Ештеңе тіліп айтпас, тіл секілді жырлайын туған елім бір шетіңді. Отан сүю олдағы иманнан деп айтқаны бабалардың шын секілді. Соқыр шөктей шошайып жүргендер көп, сәлем берсең шалқаяр пір секілді. Халықтың көңілі қазір мұң шертіп тұр, қобызға қолдан таққан қыл секілді. Ұлттық рухын жоғалтқан ұлдарың көп, қылышына тары келген қын секілді. Тамырын тарата алмас қыздарың бар, шелекке отырғызған гүл секілді. Құдайсыз ұрпақты да өсірдік ау, құмырадан шығарған жын секілді. Жүрміз ау жүзді білмей бірді біліп, қазақтан шығып жатыр түрлі қылық. Дискотекаң жастардың мешітіндей бимен зікір салады шын бүгіліп. Майкл Джексон артық тұр азаншыдан, әніне тәуетеді құлды құрып. Қажыға баратындай қуанады жарығын жаққан кезде түнгі клуб. Сыра тасып сыйлайды бірін бірі, дәрет алған адамдай зыр жүгіріп. Қаймағы бұзылмаған қайран жастар қайда кетіп барады мың құбылып. Келмейді
Бұл қазаққа сырттан қайғы, сыртта елге өзі де сұқтанбайды. Алдын алып көрмеппіз аурудың, дертіңде дер кезінде құнтталмайды. Есіріп, есі кеткен жас буындар ертең ұлық болғанда ұлтталдайды. Жастарында тәрбие тәлім болмай, жұлдызы жанып тұрған жұрт болмайды. Ағаштың да діңгегін ақтап тұрсаң, өріктің өзегінде құрт болмайды. Сүйгендей айым асқар, күнім шыңды, ерге май боп елге үнім сіңді. Құранды оқып, хадисті тоқығалы, ой өсіп санам сергіп тілім сынды. Заңды ұрпағы болар ек заңғарлардың, заман жайлы шерт алсақ бүгін сырды. Біздің дәуір қорабы темекінің, жылтырлармен ораған күлімсіңді. Ұрпақты улап келген 20 ғасыр, жанып біткен 20 тал шылым сынды. Жаратқанға сенбейтін жамағат көп, жүрген менен дені сау саламат боп, бүгінгінің байына қарап тұрсаң, қалтасы бар, түбінде қанағат жоқ. Бүгінгі кедейлерге қарап тұрсаң, қайраты бар, қолында қаражат жоқ. Тәнін сатқан тәлімсіз ұрпағың бар, жүзінде иман, жүректе махаббат жоқ. Діні пәс, діңгегі бос қариялар бар, аузында Алла, артында аманат жоқ. 20 ғасырда аяқталдау кедей кердең, байында шарапат жоқ. Адалдың аспанында бұлт болмайды, арамның ауласына құт қонбайды. Жүрегінде иманы жоқ адамның жүрген кезде табаны нық болмайды. Аллада адамдарды алалау жоқ, сауап қылсаң, тәубе қылсаң, күнәңнен түк қалмайды. Бара алсаң адалдықтың ақ жолымен, пейіштің есігінде құлт болмайды. Қай қазақ өз иманын тірнектемес, қай мұсылман өз дінін құрметтемес. Шапаның қырық жамау болса дағы, ибалел иманыңды кірлетпей еш. Адамдар пейішбаққа бару үшін Меккеде өмір сүруге міндеттемес. Желісін ғасырларда жел үзбеген, тарихпен тағылымды егіз көрем. Кешегі Кенесары тұлпарына доңыздың басқан шөбін жегізбеген, тектілік үлгісіндей зер әжеміз Құнанбайды дәретсіз емізбеген. Атаның бойындағы тазалықтан абай туды тектілік негізбенен. Азғындап жүрген жандар аз ба бүгін, торқа киіп мінсе де семіз дөнен. Былғанған бұлақтар кеп құйғанменен, кінәртпайын халықтай теңізгемен. Осынау аурудан айықса деп пайғамбардың баршасы еміз деген. Туыңды түсірмесін тәңір қолдан, тарихқа көз салайық сағымданған. Қараханит дәуірінде қақ ислам мемлекеттік дін болып қабылданған. Сол иманды кезеңде кең даламыз күркіреп тұр демес пе дарындардан. Фараби, Баласағұн, Игунеки Құраннан қуат алып тамырланған. Ибн Сина, Хорезми, Бұхарилар шариғаттан нәр алып шамың жанған. Ғылымының негізін діннен тауып сақтаныпты сан тарау ағымдардан. Бейбарыс бекер намаз оқымапты, көне Мысыр елінде әмір болған. Самарқанды салдырған жалаң төсте намаз үсті қаза боп тамылданған. Солардың барлығы да шариғатпен жұртты бастап жолынан жаңылмаған. Солардың ұрпағы ектеп мақтанамыз, парызбен сүннетің жоқ орындалған. Аталарға тартып туған ұрпақ болып тілегің көп болса екен қабыл болған. Кешегі Құнанбайлар бұрқасындай, салмақты болған екен кіртасындай. Арсызға қатал қатты болған менен, халқына болған құстың ұлпасындай. Қазыналы қарттарым барма қазір, қасиет сақталған құлп ашылмай. Ақсақалдық өнегесі болсы көрде, қалмасет қыз қысылмай, ұл тосылмай. Ермегі елге бөліп, жерге бөліп, 100 жылдығын және де жүр жасырмай. Сауап емес іздегені сауна болып, ал емес арақ шарап шын досындай. Балық өстіп басынан шіріп жатса, қалама ұлт басылмай, жұрт жасымай. Үлкен гүлге кішіге демеу болар, бүгінгі кей қарияның сейхосындай. Даналар даламыздың кемеседі, еліктейтін ел жұрттың ересегі. Алланың өзі сөзі рас деген, ұлабай үлкен сенім егеседі. Дін исламды діңгегім деп білмесе, қара сөз жазып қайғы жемеседі. Алтын сарин сиынып бір Аллаға, кел балалар оқылық демеседі. Ал шәкәрім құрбан боп Құдай үшін, кітап боп қалған артта берешегі. Исламға таңғалған Толстоймен талай мәрте хат жазып кеңеседі. Жәкең де Кремльде намаз оқып, ысқырған Сталинмен егеседі. Жұмысын иншалласыз бастамаған Әлкей Марғұлан ғалымның төреседі. Жұма намаз оқыған Қонаевта дін дегенде езілген емешегі.
дін ғылымның атасы деп жырлаған Мұқағали ақылсыз емес еді. Солардың да барлығын толғандырған соңындағы ұрпақтың келешегі. Тарихтан алар болсақ тағылымды, қашанда Құдай деген елеседі. Ата діннен ақиқат тапсақ қана терезе өзге жұртпен теңеседі. Алланың хақ жолымен жүрсе ғана халықтың айдарынан желеседі. Жалқаулық жаратқанға ұнамайды, қамсыз қазақ қартайтқан ұлабайды, балақ түріп қарекет қылғандардың бақыт кебесігінен сағалайды. Еріншектің етігі көлеңкеде, соқасы күн астында тұралайды. Көршіңіз байып жатса қуаныңыз, қуанғаннан намысын құламайды. Өйткені сізге бөліп бермесе де қол жайып ештеңкені сұрамайды. Әрден түсінейік әрбір жайды, ешкім келіп шамыңды жандырмайды. Аузың әкеп ағымайды салмаса да, өкімет өзегіңді талдырмайды. Пейіліңмен ниетің тарылмасын, сабырлы адам ашуға алдырмайды. Адамдарға ауызды берген Құдай нәсіпсіз, нәпақасыз қалдырмайды. Көбейіп күнәменен күпіріміз, азайды тәубеменен шүкіріміз. Ертеңгі нанды қалай табамыз деп күрт көміп кетті кейде күтіміміз. Сыртқа жүнді қампайтып көрсеткенмен рухани жағынан жұпынымыз. Барыс болам деп жатыр кейбір жандар, оған біз ой қосуға құқылымыз. Азғындықтан халықты құтқармайды, азайсе ар ұят қытығымыз. Намысқа тырыспасақ түгенбейді, барысқа ұқсаса да бітіміміз. Тірліктің мәні бар ма, сәні бар ма? Іштөлсе иман менен пікіріміз. Өмірде өшу оңай, өсу қиын, Аллаға айтылмаса зікіріміз. Тауда жүріп таусылған барыс құсап, кеміп кетіп жүрмесін тұқымымыз.